رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله тағаланың қалауымен имам Науауидің, алла ол кісіні мейіріміне бөлесін, Әл-Әзкар кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде сәждеде қандай зікірлер айтылады, сол мәселеге тоқталған болатынбыз. Имам Науауи рахмахуллах қарастырған келесі мәселе бұл фаслун фил хилафи фи афдалиятил қиями әуи суджуд. Яғни қиям абзал ма, яғни қиямда тұрған артық па, немесе сәждеде тұрған артық па, қайсысында көбірек тұрған сауабы молырақ болады, жақсырақ болады, сол мәселені қарастырыпты. Имам Науауи рахмахуллах айтады: اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل. Ғұламалардың арасында қиям абзал ма, немесе сәжде абзал ма деген мәселеде екі түрлі көзқарас, немесе екі түрлі демек ихтилаф туындады дейді. Яғни ғұламалардың арасында бұл мәселеде пікір қарама-қайшылығы бар дейді. Яғни намаз оқыған кезде қиямда ұзағынан тұрып Құран оқыған жақсы ма, немесе сәждеде жатып көбірек дұға жасаған жақсы ма, осы мәселеге қатысты ғұламалардың арасында ихтилаф бар деді. Ихтилаф деген яғни пікір келіспеушілігі. فمذهب الشافعي ومن وافقه القيام أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر السجود التسبيح والقرآن أفضل فكان ما طول به أفضل. إمام شافعي және сол кісімен келіскен ғұламалардың мазхабы әл-қияму афдал, қиям абзал деген ұстаным көзқарас деді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Муслим рахмахуллах риуаят еткен сенімді сахих хадисте намаздың абзалы қиямы ұзақ болғаны деп айтқан деді. Тул қунут деген, қунуты ұзақ болған деген, қунут деген сөздің мағынасы әл-қиям деді. Бұл жерде имам Науауи солай түсіндіріп жатыр. Ва ма'наху әл-қиям деді. Одан кейін, яғни біріншіден жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін имам Науауи рахимахуллах дәлел ретінде келтіріп жатыр қиям абзал дегенге. Ол қандай дәлел? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі: намаздың абзалы қиямы ұзақ болғаны деп айтқан дейді. Осындай хадис бар дейді. Енді екінші дәлел келтіріп жатыр. Бұл дәлел ақли, яғни былайша айтқанда пікірлеу арқылы шыққан дәлел. Ол кісі айтады: وَلِأَنَّ ذِكْرَ الْقِيَامِ هُوَ الْقُرْآنِ. Енді адам қиямда тұрған кезде оқитын нәрсесі не? Қиямда тұрған кезде оқитыны Құран. Яғни фатиханы оқиды, артынан одан кейін сүре оқиды. Ал сәждеде тұрған кезде не істейді? Сәждеде тұрған кезде зікір айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалар риуаят еткен хадисте рукуде немесе сәждеде Құран оқуға тыйым салған. Яғни рукуда, сәждеде Құран оқылмайды. Ол жерде тәсбих айтылады, зікір айтылады. Ал қиямда Құран оқылады. Имам Науауи айтып жатыр: қиямның зікірі Құран деді, ал сәжденің зікірі тәсбих деді. Вал Құрану афдал. Ал енді екеуін салыстырғанда зікірлер абзал ма, немесе Құран абзал ма? Әлбетте Құран абзал. Демек, сол абзал болған нәрсе оқылатын орын
абзал болады дейді. Ал Құран қай жерде оқылады? Құран қиямда оқылады. Сол үшін де қиямның ұзақ болғаны абзалырақ дейді. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل. Енді кейбір ғұламалар сәжде абзал деген көзқарасты ұстанған. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пенденің Аллаға ең жақын болатын сәті ол сәжде кезінде. Сәжде кезінде адам пенде Құдайға жақын болады деген осы хадиске негізделіп, әлгі ғұламалар сәжденің ұзақ болғаны абзал деген. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه. Имам Абу Иса ат-Тирмизи, яғни имам Тирмизи рахимахуллах, өзінің Сунан кітабында айтқан дейді. Имам Тирмизи үлкен мухаддис, яғни хадис ғалымы, қазіргі Өзбекстандағы Термиз деген қаладан шыққан. Жалпы хадисшыларды қарайтын болсақ, үлкен хадисшылардың басым көпшілігі ажамнан, яғни араб емес, басқа ұлттан. Ал қырағат ғалымдарын қарайтын болсақ, қырағат ғалымдары арабтардан. Қырағат ғалымдар, 10 ғалым бар десек, қырағат ғалымдары, мысалы 10 қырағат деген кезде біз 10 кісінің атын айтамыз ғой. Мысалы біздің оқитынымыз Хафс риуаяты, ол Асим деген қырағаттың. Асим куфалық, Асим әл-Куфи дейді. Мысалы Нафи әл-Мадани дейді, Мадиналық Нафи деген ғалымның атымен аталған тағы бір қырағат. Сол қырағаттарға қарайтын болса, қырағаттарды таратқан арабтар. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін жазып, жинақтап, оған қызмет еткендер көбінесе ажамдар, яғни араб еместер. Ғұламалар айтады, Алла тағала өзі Құран мен хадисті солай бөліп берген сияқты дейді. Құранды бағанағы арабтарға сендер соны таратыңдар деп, ал сүннетті араб еместерге Алла тағала берген сияқты дейді. Жалпы сондай бір көрініс байқалады. Имам Тирмизи рахматулла айтып жатыр. Ихталафа ахлул илми фи хаза. Білім иелері осы мәселеде ихтилафқа түскен дейді. Яғни әртүрлі көзқарас оларда болды. Фақала баъдухум, енді бағзылары, кейбіреулері, тулул қиями фи салати афдалу мин каthratir рукуи вас суджуд. Біреулері намазда сәждені, рукуды көп жасағаннан гөрі қиямда ұзақ тұрған абзал деген дейді. Вақала баъдухум, енді екінші бір ғұламалар, каthratur рукуи вас суджуди афдалу мин тулил қиям. Қиямның ұзақтығынан руку сәжденің көп болғаны абзалырақ деген. وقال أحمد بن حنبل, إمام أحمد بن حنبل айтқан дейді, روي فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضي فيه أحمد بشيء. Имам Ахмад бұл мәселеге қатысты екі түрлі хадис риуаят етілген. Сол себепті ғұламалар екі түрлі көзқараста болған деп айтқан дейді. Бірақ имам Ахмадтың өзі кесіп бір нәрсені айтпаған. Мынау абзал емес деген. وقال إسحاق, имам Исхақ айтқан деді. Бұл жерде Исхақ ибн Рахауай болу керек, Аллаху алам. Ол кісі أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام. Ол кісі енді былай деген. Егер күндізгі намаз болса, күндізгі намазда руку мен сәжденің көп болғаны абзал деген. Егер намаз түнгі намаз болса, онда қиямның ұзақ болғаны абзал деген. Яғни тұрып ұзағынан Құран оқыған абзал деген. إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي. Бірақ егер дейді, бір адамның әр күні түнде оқитын белгілі бір мөлшердегі Құраны болса, яғни күнде түнде тұрып, мысалы, бір пара Құран оқиды. Ондай кезде руку және сәжденің көп болғаны мен үшін абзал деп айтқан.
имам Термизи, имам Исхақ ибн Рахуай рахимахуллах айтып, бұл жерде енді Рахуай айтпаған, имам Исхақ айтқан дейді. Тек қана неге өйтіп айтқан? Өйткені ол адам бәрібір қанша рукуда көп тұрса да, сәждеде көп тұрса да, күнделікті өзінің мөлшерін оқиды. Мөлшерін тастап кетпейді. Яғни, былайша айтқанда, ол адамның, ол кісінің көп сәжде жасауы, көп руку жасауы, рукуда сәждеде ұзақ тұруы қиямына әсер етпейді. Ол бәрібір өзінің күнделікті нормасын, былайша айтқанда, мөлшерін оқиды. Сол үшін де ондай кезде енді екеуін де бірдей істеген жақсы дейді. Руку, сәжденің де ұзақ болғаны және бір жағынан оның күнделікті өзінің оқитын мөлшері бар, нормасы, ол бәрібір соны оқиды. لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. Өйткені ол бәрібір өзінің сол бөлігін дейді, яғни күнделікті мөлшерін бәрібір оқиды және сонымен қатар руку мен сәждені қолға кіргізген болады дейді. Яғни мынаны да жеңіп алады, мынаны да жеңіп алады дейді. قال الترمذي رحمه الله، имам Термизи رحمه الله айтады: وإنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. имам Термизи рахмахулла айтып жатыр енді. Имам Исхақтың бүйтіп айтуының себебі дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның түнгі намазы сипатталған кезде тулул қиям, яғни пайғамбарымыздың қиямында ұзақ тұрғандығы айтылған дейді. Ал күндізгі намазында түнгі намаздай ұзақ қиям жайында айтылмаған дейді. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күндізгі намаздарда олай ұзақ тұрмайтын болған. Оның үстіне күндізгі намаз, ол жамағатпен оқылатын намаз, жамағатқа артық машақат келтіру, оларға салмақ салу, ауыртпашылық жүктеу дұрыс емес. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалпы күндіз ұзағынан Құран оқымайтын болған. Ал енді ұзақ Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түнгі намазында, яғни нәпіл намазда оқитын болған. Жалпы демек бұл мәселені қорытындылайтын болсақ, егер күндіз болса, онда сәжденің, рукудың көп болғаны, ұзақ болғаны абзал. Ал егер түнде болатын болса, онда түнде қиямның ұзақ болғаны абзал. Ал енді сіздің күнделікті оқитын бір мөлшеріңіз болса, әр күні түнде қалдырмай оқитын, тахаджудта оқитын белгілі бір мөлшеріңіз болса, онда руку сәждені қосымша көбейткеніңіз абзал болады. Келесі мәселе: фаслун фи баяни ма юстахаббу ан юқала фи саждати тилауа. Тилауат сәждесін жасаған кезде нені айту мустахаб? Тилауат сәждесі деген білесіздер, сәжде аяты оқылған кезде жасалатын сәжде. Сәжде аяты оқылған кезде жасалатын сәжде. Оның үкімі бізде міндетті. Басқа уламаларда бекітілген сүннет деген көзқарас бар. Имам Науауи рахмахуллах айтады: «Иза саджада литтилауа», егер тилауат сәждесін жасаса дейді. Құрандағы білесіздер, біздің мазхаб бойынша 14 жерде сәжде аяты бар. Сол 14 жердегі сәжде аяттарын оқитын болса, устухибба ан яқула фи суджудихи ма закарнаху фи суджуди ссалах. Ол кезде, сәжде жасаған кезде, намаздағы сәждеде не айтылады, соны айту мустахаб деді. Біз өткен дәрісте сәждеде не айтылатындығын айтқан болатынбыз. Ва юстахаббу ан яқула ма'аху, және сонымен бірге мынаны айту мустахаб деді. Аллахумма джа'алха ли индака зухра ва а'зим ли биха аджра ва да'ь анни биха визра ва тақаббалха минни кама қабилтаха мин Дауд алейхиссалам.
Мағынасы, Алла тағала зухр деген сөз, яғни кейінге сақталатын нәрсе. Алла тағала осыны маған бір кейінге сақталатын, яғни былайша айтқанда ертең алдымнан шығатын, ертең соның жақсылығын көретін бір дүние еді осы сәждемді. Және сонымен менің сауабымды арттыр, және сондай-ақ күнәмді кешір, сондай-ақ Дәуіттен қабыл еткендей менен де қабыл ет деген осы сөзді қосымша айту мұстахаб дейді. وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَقُولَ أَيْضًا, және сондай-ақ мынаны айту мұстахаб дейді. سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Раббымыз пәк болды, және Алла тағаланың уәдесі міндетті түрде орындалады. نص الشافعي على هذا الأخير أيضا. Имам Шафиғи рахмахуллах осында айтып кеткен дейді. Осында айтып кеткен. روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت. أبو داود, Tirmizi, Nasailer Айша анамыздан мына хадисті жеткізген. Ол кісі айтады: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түнгі сол сәжде жасаған кезде, сәжде аяттарын оқып сәжде жасаған кезде мына сөзді айтатын дейді. Саджада ваджихи лиллази халақа. Жүзім оны жаратқанға сәжде етті. Ва шаққа сам'аху ва басараху би хаулихи ва қувватихи. Және өзінің құдіретімен, күш-қуатымен, шаққа деген яғни былайша айтқанда кескіндеп жасады деген мағынаны береді. Яғни сол былайша айтқанда жүзіме, яғни басыма көз берген, құлақ берген деп те оны түсінсек болады. Солай істеген Аллаға жүзім сәжде етті деген сөзді айтқан дейді. Қала Тирмизи хадисун сахих. Имам Тирмизи сахих хадис деп айтқан. Задал Хакиму, енді имам Хаким өзінің Әл-Мустадрак кітабында, Әл-Мустадрак аля сахихайн деген кітабы бар. Ол кісі айтады: мен имам Бухари және муслимдердің шартын сақтай отыра, олар риуаят етпеген хадистерді риуаят еттім деді. Имам Бухаридің өзінің шарттары бар: хадисті сорттаудағы, хадисті талдаудағы, сахих хадис деп қабылдаудағы. Имам Муслимнің шарттары бар. Жалпы ғұламалардың арасында тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерін талдауда, сорттауда келіспеушіліктер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысалы менің сахих хадистерімді немесе менің сөздерімді сахих деп мынандай шарттармен қабылдаңдар. Ол шарттарға келмесе, мынандай шарт болса хасан болсын, ондай болмаса даиф болсын деп бір нәрсе айтты ма пайғамбарымыз? Ондай еш нәрсе айтқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сахабалар естігенін жеткізді. Одан кейін табииндер өзінен кейінгі табииндерге пайғамбарымыздың сөздерін сахабалардан естіген жеткізді. Енді сол арада бір жағынан біреулер шатаса бастады, біреулер әдейілеп пайғамбарымыздың атынан жалған сөйлей бастады, әр нәрсені қоса бастады. Сол кезде ғұламаларымыз ондай болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінен шыққандығы анық болған сөздерді жинау керек. Хадистің былайша айтқанда хадис кітаптарын жазу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөздерін бір жерге жинап реттеу керек деген осындай тоқтамға келді. Сондай былайша айтқанда ұстаным пайда болды. Сонымен ғұламалар кірісті. Енді кіріскен кезде қалай қабылдаймыз? Қалай білеміз бұл сөзді пайғамбарымыз айтқанын, айтпағанын деген осындай мәселеге келген кезде ол кісілер шарт қойды. Яғни сахих хадис дегеніміз, сенімді хадис дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқандығы анық, пайғамбарымыздан шыққандығында күмән жоқ деген мағынаны білдіреді. Оған қатысты қойған негізгі шарттары бағанағы маттасала иснадуху бинақлил адли дабити ан мислихи,
және «Валам якун шаазан вала муаллалан» дейді. Біріншісі «Маттасала иснадуху», яғни иснадында үзіліс болмаған. Пайғамбарымызбен, мысалы пайғамбарымыздан риуаят етілсе, пайғамбарымызбен әлгі соңғы риуаят етуші адамның арасында ешқандай үзіліс жоқ. Әрқайсысы өзінің алдыңғы адамынан естіген. Мысалы, біреу мынандай жыл туылған. Енді екінші бір адам, мысалы, сол жыл қайтыс болған. Немесе бұл 2 жасында, 3 жасында қайтыс болған. Пәленше айтты деп ол айтатын болса әлгі кісі. Сен айтасың ғой, ол сен туылған жыл қайтыс болған кісі, немесе ол қайтыс болған кезде сен 2-3 жаста едің, одан бір нәрсені естуің мүмкін емес. Демек араларында біреу бар ғой, кім бар араларында деген сияқты осындай сұрақ туындайды. Сол үшін де хадис сахих болу үшін ең бірінші кезекте сондай иснадында, иснад деген яғни шежіре, жеткізушілердің шежіресі. Сол жерде үзіліс болмау керек. Үзіліс болмау керек. Және одан кейін жеткізген адамдардың барлығы аділ және дабит болу керек. Аділ деген яғни тақуа, Құдайдан қорқатын, жалған сөйлемейтін, тақуалығын адамдар білетін кісілер болу керек. Және екіншісі жаттау қабілеті дұрыс болу керек. Жаттау қабілеті дұрыс кісілер болу керек. Енді ғұламалар былайша айтқанда осының барлығын тексерген. Енді 2 адам мысалы кездесті деп айту үшін екеуінің кездескендігі жайында бізге нақты мәлімет жеткен болуы керек пе? Немесе екеуі де тақуа, жалған сөйлемейтін кісілер, және екеуінің кездесуіне ешқандай өмірінде кедергі болған жоқ. Бірақ кездесті деген бізде нақты мәлімет жоқ. Ол екеуі бір-бірінен хадис риуаят етсе, оны біз қалай аламыз? Қабылдаймыз ба, қабылдамаймыз ба деген сияқты мысалы мәселе бар. Ол мәселеге келген кезде имам Бухари айтады, маған нақты мәлімет керек дейді, екеуінің кездескендігі жайында. Имам Муслим айтады, ондай шарт қоюдың қажет жоқ дейді. Өйткені мынау да тақуа, жалған сөйлемейді, мынау да тақуа, жалған сөйлемейді. Және екеуінің кездесуіне мүмкіндік бар. Ондай болатын болса, не үшін біз енді оны тақуа, жалған сөйлемейді деп қабылдаған болсақ? Онда не үшін енді қайтадан күмәнданып, жоқ, бізге қосымша мәлімет керек деп айтамыз? Екеуі демек кездескен болу әбден мүмкін дейді, ол кісі қабылдай береді. Имам Бухари айтады, жоқ дейді, маған ол жеткіліксіз дейді. Тіпті имам Муслимді қарасаңыз, өзінің кітабының басында имам Бухариге осы мәселеде қарсы пікір жазады. Бухаридің қойған осындай шарты артық шарт, дұрыс емес деген сияқты. Бұны мен не айтпақшымын? Яғни ғұламалардың арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерін сорттаудың өзінде не бар? Ихтилафтар бар. Ихтилаф бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі мынандай деп айтқан жоқ. Бұның барлығы ғұламалардың несі болып келеді? Ижтихады болып келеді. Сол үшін де мысалы имам Бухари бір хадиске шартты қояды да, сол шарт табылмаса, ол хадисті сахих емес дейді. Имам Муслим келеді де, ол хадисті не дейді? Сахих дейді. Себебі ода әлгі шарт жоқ. Және сол сияқты мысалы бір кісіні тақуа кісі деп қабылдаймыз ба, қабылдамаймыз ба деген мәселенің өзінде ихтилаф бар. Кейде бір кісіні мына бір ғалым айтады, жоқ дейді, оның хадисі қабылданбайды, ол дұрыс емес адам дейді. Екіншісі айтады, жоқ дейді, ол нормальный дұрыс адам, оның хадисін қабылдаймыз дейді. Сөйтеді де оны дұрыс деп қабылдаған ғұлама одан хадис алады, екіншісі алмайды. Соның нәтижесінде де не туындайды? Осындай бір ихтилаф туындайды. Енді имам Хаким рахимахуллах, бұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Имам Хакимнің Әл-Мустадрак аля Сахихайн деген кітабы бар. Яғни 2 сахихқа дейді. 2 сахих дегені Бухари және Муслим. Сол екеуінің мен шарттарын қолдандым да, екеуі риуаят етпеген хадистерді сол имам Муслим мен Бухаридің шартына сай риуаят еттім деді. Демек мендегі бұл кітаптағы хадистердің барлығы сахих дейді. Бірақ басқа имамдарымыз айтады, имам Хаким өзіне сол міндетті алғанмен оны орындаған жоқ деді. Яғни олардың шартын толық сақтаған жоқ деді. Ішінде жеңілдетіп жіберген жерлері көп дейді.
Сол үшін кейін біраз уақыттан кейін имам Захаби келеді, ол кісінің әрбір хадисін жеке-жеке қайтадан тексеріп шығады артынан. Бұхари Муслимнің шартына сай ма, сай емес пе деп. Сол үшін де көп кітаптарда қарайтын болсаңыздар, мысалы Рауаху Ал-Хаким ва вафақаху Захаби немесе вақарраху Захаби, имам Хаким риуаят етті, имам Захаби келісті немесе келіспеді деп артынан осындай сөз жүреді. Неге нақты Захаби айтылады? Өйткені имам Захаби келіп тағаққуб жасаған, яғни соны артынан тағы да қайтадан тексеріп шыққан. Сол себепті осылай айтылады. Имам Хакимнің сондай кітабы бар, Ал-Мустадрак ала-Сахихайн деген. Сол кітабында ол кісі айтады, яғни бағана хадисті біз риуаят еттік қой, мынау пайғамбарымыз айтты деп. Сәждеде, түнгі намазда не деп айтқан? Сәжада вajhi лиллази халақаху ва шаққа сам'аху ва басараху бихаулихи ва қувватихи. Менің жүзім оны жаратып, оған құлақ көз бергенге, яғни өзінің құдіретімен көз құлақ бергенге сәжде етті деген осы сөзден кейін артынша фатабаракаллаху ахсанул халиқин деген сөзді қосымша айтқан. Яғни табарака деген мубарак болды деген сөз, берекелі болды деген мағынаны білдіреді. Ахсанул халиқин, біз өткен дәрісте айтып кеткенбіз, бұл сөздерді тура осы тікелей қалай қазір егер жеке-жеке сөзді аударатын болсақ, онда қандай мағына шығады? Жаратушылардың жақсы, жаратушылардың абзал деген мағына шығады. Егер ол сөзді тікелей алатын болсаңыз, онда Алла бар және басқа да жаратушылар бар. Алла тағала солардың ішіндегі ең жақсысы деген мағына шығады. Ал бірақ Алладан басқа жаратушы бар ма? Алладан басқа ешқандай жаратушы жоқ. Демек бұл жерде, яғни Алла тағала құдірет иесі болған, абзал болған жалғыз жаратушы деген мағына шығады. Одан басқа мағына шықпайды. Осындай сөзді қосымша айтқан. Яғни сіз сәждеде былайша айтқанда, сәждеге жатқан кезде сәжада вajhi лиллази халақаху ва шаққа сам'аху ва басараху бихаулихи ва қувватихи фатабаракаллаху ахсанул халиқин деген сөзді айтасыз. Қала ва хази зиядату сахихатун ала шарти сахихайн. Және имам Хаким артынша бұл артық келген сөз, артық келген сөз екі сахихтың шартына сай деп айтқан дейді. Екі сахихтың шартына сай. Екі сахих дегеніміз Бұхари мен Муслим. Екеуінің шартына сай деп айтқан. Ва амма қаулуху Аллахумма джa'алха ли индaka зухра ила ахирихи فرواه الترمذي مرفوعا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن. Ал енді бағанағы біз басында айттық қой, сәжде жасаған кезде қандай сөзді айту мустахаб дедік. Имам Науауи айтып жатыр: Аллахумма джa'алха ли индaka зухра ва а'зим ли биха аджра ва ضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما قبلتها من داود عليه السلام. Алла тағала осы сәждемді маған қияметке сақтап қой, және сонымен менің сауабымды арттыр, сондай-ақ менің күнәмді кешір, және Дауд пайғамбардан, Дауд құлыңнан қабыл еткендей менен де қабыл ет деген осы сөз. Соған қатысты айтады, бұны имам Тирмизи Хасан иснадпен Ибн Аббастан риуаят еткен дейді. Және марфуан дейді. Марфуан дегенде пайғамбар кім жеткізген? Ибн Аббас радиаллаху анхума жеткізген. Хадистің иснады хасан дейді. Яғни бізде жалпы сахих хадис деген бар, одан кейін хасан хадис дейді, одан кейін даиф хадис дейді. Енді хасан бұл неден? Сахихтан кейбір шарттары табылмағандықтан төмендеу тұрады, оны хасан хадис дейді. وقال الحاكم حديث صحيح. Имам Хаким хадис сахих деп айтқан деді. Қараңыз, мына жерде имам Науауи би иснадин хасан, иснады хасан деді де, артынша имам Хаким хадис сахих деп айтқан деді. Көрдіңіз бе, бір хадистің өзінде, мысалы имам Науауи оны иснады хасан деп бағалап жатыр. Имам Хаким хадисун сахих деп жатыр. Аллаху алам, Алла тағала білушірек деді. Алла тағала білушірек.
Енді келесі мәселе бабу ма яқулу фи раф'i рa'сихи мин ас-суджуди ва фил джулуси байна ас-саждатайн. Енді басын сәждеден көтерген кезде және екі сәжденің арасында не айтады деген бап. Басыңызды сәждеден көтерген кезде не айтасыз? Және екі сәжденің арасында не айтасыз? Ас-суннату ан юкаббира мин хин ябтадиу бир-раф'i ва ямтаду ат-такбира ила ан ястауия жалиса. Сүннет бойынша басты көтеріп бастаған кезде Аллаху акбар деп көтеріп толық отырғанға дейін оны созу сүннет деді. Яғни Аллаху акбар деп былайша айтқанда созып, яғни былайша айтқанда сол ташахудқа отырғандай отырғанша сіз тәкбірді созғаныңыз сүннетке сай болады. Аллаху акбар деп одан кейін көтерілу емес, көтеріліп бара жатып созу. وقد قدمنا بيان عدد التكبيرات والخلاف في مدها. Біз осы тәкбірлер, намаздың ішіндегі тәкбірлер қанша екендігі жайында және оны созуға қатысты ғұламалардың көзқарасын таласын айттық дейді. Және وَالْمَدِّ الْمُبْطِلِ لَهَا, немесе وَالْمَدَّ الْمُبْطِلَ لَهَا, және қандай мәд бұзады, бұзбайды, оны да айтып кеттік дейді. فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَاسْتَوَى جَالِسًا. Енді тәкбірді айтып болса, Аллаху акбар деп айтып болып отырса дейді. Отырдыңыз, яғни қолыңыз тізеңізде отырдыңыз. Сол кезде не айтасыз? فَسُنَّةُ أَن يَدْعُوَ. Сүннет бойынша мына дұғаны жасау мұстахаб, сүннет дейді. Сүннетке сай сіз мына дұғаны жасауыңыз қажет. بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرها عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل بالبقرة والنساء وآل عمران وركوعه نحو قيامه وسجوده نحو ذلك قال. Сөзінің өзі ұзақ екен мына жердегі. Абу Даудта, Тирмизиде, Насаи, Байхақилерде Хузайфадан келген алдын біз айтқан хадис бар дейді. Біз алдыңғы сабақтарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазын сипаттаған хадисті риуаят еткен едік. Білесіздер, Хузайфа радиаллаху анху пайғамбарымыздың артында тұрып, пайғамбарымызға үйіп намаз оқыдым. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Фатихадан кейін Бақараны оқыды. Бақараны оқып болғаннан кейін рукуға кететін шығар деп ем. Одан кейін Нисаны оқыды. Нисаны бітірген кезде рукуға кететін шығар деп ем. Али Имранды оқыды. Али Имранды оқып болғаннан кейін барып рукуға кетті. Және рукуда қиямда қандай ұзақ тұрған болса, сондай ұзақ тұрды. Одан кейін тұрып сәжде жасаған кезде сәждесі де тура сондай ұзақ болды деген осындай хадисті риуаят еттік. Естеріңізде. Сол хадисте келеді. Хузайфа радиаллаху анху айтады: وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي وَجَلَسَ بِقَدْرِ سُجُودِهِ. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі сәждесінің арасында, яғни бірінші сәждеден тұрған кезде Аллаху акбар деп Рабби ғфирли деп айтатын еді дейді. وَجَلَسَ بِقَدْرِ سُجُودِهِ. Және сол намазында сәждеде қандай ұзақ болған болса, екеуінің арасында сондай ұзақ отырды дейді. Екеуінің арасында сондай ұзақ отырды. Енді біз олай ұзақ отыра алмаймыз, бірақ сүннет бойынша Аллаху акбар деп сәждеден көтерілгеннен кейін Рабби ғфирли деп айтасыз да, кейін Аллаху акбар деп қайтадан сәждеге кетесіз. وبما رويناه في سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها. Бұл хадисті имам Байхақи, Алла ол кісінің мейіріміне бөлесін, риуаят еткен. Кімнен? Ибн Аббас радиаллаху анхумада. Ол кісі өзінің хала деген бізде анасының әпкесі немесе сіңілісі. Арабтарда мысалы өзінің әкесінің ағасы немесе інісі болса аммун дейді. Аммун деген біздің тілмен айтқанда не дейміз? Көкесі дейміз бе? Бірақ әкесі жағынан. Егер әкесінің
ағасы, әпкесі немесе қарындасы болса, онда оны не дейді? Амматун дейді. Енді анасыныңкі болса, анасының ағасын немесе інісін халун дейді. Анасының әпкесін немесе сіңілісін халатун дейді. Былайша айтқанда нағашы әпкеңіз. Нағашы әпкеңіз. Сол нағашы әпкесі Маймунаның үйіне барып қонған. Махрамы. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның түнде оқыған намазын көрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білесіз, жұбайларының үйінде кезекпен түнін өткізетін және әр түнде тұрып түнгі намазын оқитын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аналарымыздан сұранатын, егер рұқсат берсең, мен тұрып түнгі намазымды оқиын деп. Сөйтіп рұқсатын алып, тұрып намазын оқитын. Яғни демек, жалпы егер сіз де сондай бір керемет тақуа болып жатсаңыз, түнімен әйеліңізге уақыт бөле алмайтындай, онда бір ауыз разылығын алып, арасында енді кішкене тақуалығыңызды басыңызда, енді түніңізді түнде көңіл бөліп сөйтіп қойыңыз. Қатты тақуа болып жатсаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам солай Айша анамызға мысалы айтқандығы жайында Айша анамыз риуаят еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны тек қана Айша анамыз емес, барлық аналарымызға айтатын болған. Неге? Өйткені түн әйелдің ақысы. Түн әйелдің ақысы. Күндіз жұмыста жүреді, бірақ түнде әсіресе бірнеше әйел болған адам түнін бөлуге міндетті. Өйткені түн әйелдің ақысы. Ибн Аббас радиаллаху анхума енді Маймуна радиаллаху анхадан риуаят етіп жатыр. Сол кісінің үйінде қонғандығы жайында келген хадисте ва салати наби саллаллаху алейхи вассалам фил лейл, және сол түнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқығанын көрген. Енді негізі Ибн Аббас радиаллаху анхума да бекерге қонып жатқан жоқ қой, барып пайғамбарымыздың түнгі намазын көрейін, түнгі намазы қандай болғанын білейін деп кейде жанына тұрады, кейде сал қосылмайды, бірақ сырттан қарап осылай болды деп риуаят еткен. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады сол түнгі намаз жайында: وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي. Басын сәждеден көтерген кезде, бұл екі сәжденің арасында. Басын сәждеден көтерген кезде Рабби ғфирли, Алла тағала менің күнәмді кешір, вархамни, мені мейіріміңе бөле, ваджбурни дегенді қалай не қылсам болады, аударсақ араб тілінде жабрул хатир деген сөз бар. Яғни бір көңілін жұбату деген мағынада келеме, сондай мағынада да келеді. Варфани, мені көтер, яғни мен дәрежемді көтер, варзуқни, маған рызық бер, вахдини, мені тура жолға баста. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сөздерді айтатын болған. Енді бізге жеңілірегі сол Рабби ғфирли, соны жаттап алсақ, бізге сол да жеткілікті. Уафи риуаяти Аби Дауда уаафини. Абу Даудта келетін риуаятта тағы уаафини деген сөзді қосқан. Яғни маған амандық бер, саулық бер деген мағынаны білдіреді. Ва иснадуху хасан. Иснады хасан, Аллаху алам, Алла білушірек дейді. Енді келесі мәселе осы тақырыпқа байланысты. Бұл енді Шафи мазхабында бар дүние. Фаслун фи баяни хайати такбири ва джалсати листираха. Енді сәждеден көтерілген кезде қалай такбир айтады және демалу отырысы мәселесі дейді. Демалу отырысы деген бұл сәждеден кейін тұрып кететін ракаттарға байланысты. Сәждеден кейін тұрып кететін кезде байқайсыздар ма? Мысалы біздің елде де бар сондай кісілер, бірден тұрып кетпейді де отырады, бірінші отырып алады, одан кейін барып тұрады. Оны не дейді? Оны жәлсатул истираха дейді. Яғни кішкене кідіру немесе демалу отырысы. Осы жәлсатул истирахаға қатысты ғұламалардың арасында ихтилаф бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның істеген жайында келген риуаяттар бар. Біздің ғұламаларымыз
Ол себеппен болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жәлсатул истираха, яғни әлгіндей кідірместен, отырып барып тұрмастан бірден тұрып кеткендігі жайында келген хадистер бар. Және отырып барып одан кейін тұрғандығы жайында хадистер бар. Біздің ғұламаларымыз ол отырып барып тұрғандығы ол сол өмірінің соңында, жасы ұлғайған кезіндегі риуаяттар дейді. Бірден тұрып кетуге қиын болған кезде, мысалы жасы үлкен адам, аяғында сондай бір проблема бар, бірден тұрып кету қиын болған кезде отырып, одан кейін барып тұрады. Ал енді шафиғилер оны сүннет деп қабылдаған. Сүннет деп қабылдаған. Яғни жасы үлкен болсын, кіші болсын, солай отырып барып тұрғаны сүннет деген. Соны имам Науави рахимахуллах айтады. فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء فإذا رفع رأسه منها رفع مكبرا. Енді екінші сәждені жасаған кезде бірінші сәждеде не айтса соны айтады дейді. Және басын көтерген кезде Аллаху акбар деп көтереді дейді. وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا بينا. Және әлгі демалыс отырысына отырады дейді. Жеңіл отырыс, ол кезде адамның қимылы тоқтайды дейді. Яғни бүйтіп отырып барып тұрып кету емес, кәдімгідей отыру дейді. Отырып кәдімгі әрекетін қимылсыз отыру дейді. ثم يقوم إلى الركعة الثانية. Кейін екінші ракатқа тұрады дейді. Кейін екінші ракатқа тұрады. Енді бұл жерде екінші ракатқа тұрады дегеннің мағынасы жалпы бұл жәлсатул истираха дегеніміз негізі тұрып кететін намаздарға қатысты. Тұрып кететін ракаттарға қатысты. Өйткені отыратын ракатты сіз бәрібір отырасыз. Мысалы, тәшәһүдқа отырасыз ғой, тәшәһүд оқу. Екінші ракатта Аллаху акбар деп тәшәһүдқа отырасың, тәшәһүдті оқып боласың да одан кейін барып тұрасың. Оларда да тура сондай. Ол жерде, яғни бөлек бір демалыс отырысы деген жоқ. Оларда демалыс отырысы қай кезде? Ол тұрып кететін кезде, бірден тұрып кететін кезде, бірден тұрып кетпейді, олар отырып барып, одан кейін барып тұрады. Соны имам Науави рахимахуллах айтып жатыр. ويمد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائما. Және тәкбірді созат дейді. Тұрғанша созат дейді. Енді оларда кішкене қиындау енді. Аллаху акбар деп отырып бара жатып, тағы да оны созу керек. ويكون المد بعد اللام من الله هذا أصح الأوجه لأصحابنا. Және Аллах дегендегі ләмді созат дейді жалпы. Осы біздің мазхабтағы ең дұрыс көзқарас дейді. وَلَهُمْ وَجْهِ. Енді екінші көзқарас бар екен Шафи мазхабында. Енді бұның барлығы сол отыратын болғандықтан да енді қай кезде айтады. Мысалы басын сәждеден көтерген кезде Аллаху акбар деп отырып қалып, одан кейін үндемей тұрып кете ме, немесе Аллаху акбар деп немесе үндемей бірінші отырып бар, одан кейін Аллаху акбар деп тұра ма деген сияқты осындай мәселе бар ғой. Қалай айтады деген. Соған қатысты өздерінде екі-үш түрлі көзқарас бар екен. Екіншісі أنه يرفع بغير تكبير ويجلس للاستراحة فإذا نهض كبر. Бағанағы басын көтерген кезде Аллаху акбар деп айтпайды дейді. Тәкбір айтпайды да, отырып, кідіріп барып, одан кейін тұрып бар жатқан кезде Аллаху акбар деп айтады дейді. Енді жарайды оны жеке оқысаң өйтіп айтасың. Ал бірақ имам болған кезде, мысалы сен Аллаху акбар демесең, артындағылар сенің басыңды көтергенің сәждеден қалай естиді? Ести алмайды. Сол үшін бәрібір айту керек болады. ووجه ثالث. Енді үшінші жолы дейді. أنه يرفع من السجود مكبرا فإذا جلس قطع التكبير ثم يقوم بغير تكبير. Үшінші варианты бұларда Аллаху акбар деп отырады да, кейін тәкбір айтпай ары қарай үндемей тұрып кетеді дейді. Үшінші варианты. Біріншісі Аллаху акбар деп соны созып тұрғанша Аллаху отырды, мысалы акбар деп соны айтып полный тұрғанша, толығымен тұрғанша солай созады. Екінші варианты үндемей отырады да, кейін Аллаху акбар деп тұрады. Үшіншісінде Аллаху акбар деп басын көтереді де, отырады да, отырып болғаннан кейін үндемей тұрып кетеді.
ثم يقوم قطع التكبير ثم يقوم بغير تكبير дейді. Енді бұның барлығы ол кісілердің өзінің мазхабындағы мәселе. Біз енді сол кітаптан өтіп жатқаннан кейін бұны тастап кетуге болмайды. Ал бізде ол проблема жоқ. Неге? Өйткені бізде Аллаху акбар деп бірден тұрып кетеді. Отырып, кідіріп, ондай бір мәселе жоқ бізде. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضع وإنما قال أصحابنا الوجه الأصح لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر. және бұл жерде екі тәкбір айтылмайды деді. Ода ихтилаф жоқ деді. Яғни Аллаху акбар деп отырып, одан кейін Аллаху акбар деп қайтадан тұрып, олай екі тәкбір айтылмайды деді. Негізі сәждеден тұрған кезде бір тәкбір айтылады, екі тәкбір айтылмайды. Ешқандай ғалым айтқан жоқ, екі тәкбір айтылады деп. Просто енді бұларда отырып барып тұратын болғандықтан енді қалай соны айтамыз деген мәселе туындап жатыр. Бізде альхамдулилля ондай проблема жоқ. Енді біріншісі дұрысырақ деп айтқан не үшін? Өйткені намаздың кішкентай бір бөлігі болса да зікірсіз қалып кетпесін деген. Біз өткенде айтып кеттік қой. Аллаху акбар сәждеге бара жатқан кезде Аллаху акбар созады, сәждеден тұрған кезде Аллаху акбар созады, келесі әрекетке жеткенше созады. Неге? Өйткені намаздың кішкентай бір бөлігі болса да зікірсіз қалып кетпесін, барлығы толық зікірмен болсын деген мақсатта солай созады дейді. Енді мына жерде де соны айтқан дейді. واعلم أن جلسة الاستراحة سنة صحيحة ثابتة في صحيح البخاري وغيره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهبنا استحبابها لهذه السنة الصحيحة. Біл дейді, бұл осы кідіру отырысы немесе демалу отырысы имам Бухариде және басқаларда келген сахих сүннет дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ісінен риуаят етілген дейді. Және біздің мазхабымыз мустахаб деген мазхаб дейді. Осы сахих сүннет келгендіктен де біз оны мустахаб деп айтамыз дейді. Енді бұл жерде ғұламалардың арасында қазір мен айтып кеткенде ихтилаф бар. Бұл жерде ол сүннет пе, сүннет емес пе деген мәселе. Бұл ғұламалар сүннет дейді. Біздің ғұламалар айтады, жоқ, ол себеппен жасалған нәрсе дейді. Яғни оны өз алдына жасау сүннет емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны жасаған не үшін? Жасы ұлғайған кезде, бірден тұру қиындау болған кезде, солай бірінші отырып барып, тұруға ыңғайланып, одан кейін барып тұратын болған дейді. Сол үшін де бұл өз алдына сүннет емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келген бе? Иә, келген. Бірақ оның себебі бар. ثم هي مستحبة عقب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها. Және бұл сәждеден кейін ташахудқа отырмай тұрып кететін әрбір ракатта екінші сәждеден кейін дейді, жасалады дейді. Екінші сәждеден кейін бірден тұрып кетпесінен отырып барып тұрасың дейді. ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة. Және тилауат сәждесінде мустахаб емес дейді. Мысалы намазда тұр. Хатымда болады ғой. Имам айтады бізде әдетте, қазір тилауат сәждесі оқылады дейді. Дұрыс па? Қазір сәжде аят оқылады дейді. Сәжде жасап болғаннан кейін не істейді? Бірден сәждеге кетеді. Сөйтеді, сәжде жасап болғаннан кейін қайтадан тұрып кетеді. Сөйтіп қырағатты жалғастырады. Сондай жерде отыру мустахаб емес дейді. Ондай жерде отыру мустахаб емес дейді. Яғни бұлар имам Шафиғидің мазхабында намазда сүннет, бірақ тилауат сәждесінде сүннет емес дейді. وقد أوضحت أمرها في شرح المهذب بحمد الله تعالى وفي شرح مسلم أيضا وليس مقصودا في هذا الكتاب إلا بيان الأذكار خاصة والله أعلم. бұл мәселені мен المجموع شرح المهذب деген кітап бар. Сол кітапта баяндағам дейді, және Муслимге жасаған шархында баяндағамын дейді. Бұл жерде ол мәселе мақсат емес дейді. Өйткені мен бір фиқхи мәселені қарастырып жатқан жоқпын. Маған тек қана бұл жерде қажеті сол жерде қандай зікір айтылады, сол мәселе ғана дейді. Маған бұл жерде қажеті дейді. Аллаху алям, Алла білушірек. Енді қысқа бір мәселе бар екен, сонымен иншалла дәрісімізді тамамдайық. Бабу азкари ракати thaniya. Енді екінші ракатта жасалатын зікірлер. Мысалы бірінші ракатта не айтады? Енді тұрды ғой, қайтадан қиямға тұрды. Екінші рет сәжде руку жасайын деп жатыр. Сол жерде не айту керек?
имам Науави рахимахуллах айтады: اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من الفرض والنفل وغير ذلك من الفروع المذكورة إلا في أشياء. Жалпы бірінші ракатта рукуда не айтқан болса, екінші ракатта да тура соны айтады деді. Ана парызында парызы бар, нәпілі бар деген сияқты. Бірінші ракаттың үкімі қандай болса, екінші ракаттың үкімі сондай дейді. Тек қана мынандай бір мәселелер бар дейді. Яғни бұл жерде кешіресіздер, мен руку деп түсіндірдім. Руку емес, ракат мәселесі. Яғни бірінші ракатта мысалы біз не айтамыз, соны үйрендік қой өткен жолы. Құлақты қағасың, одан кейін сананы айтасың, санадан кейін аузу биллахи минаш шайтанир ражим айтасың, одан кейін бисмиллахир рахманир рахим айтасың. Фатиханы айтасың, фатихадан кейін әмин мәселесі, одан кейін суре мәселесі, одан кейін рукуға қалай кетесің, рукудан не айтасың, рукудан тұрған кезде не айтасың, бәрін имам Науави қарастырып келе жатыр ғой. Енді екінші ракатта не істейміз деген мәселеге қатысты имам Науави айтады: бірінші ракатта не істелсе, солының барлығы істеледі дейді. Тек қана мына мәселелер істелмейді дейді. أحدها أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن. Бірінші ракатта تكبيرة الإحرام бар. Намазға кіріп бара жатқан кезде Аллаху акбар деп құлақ қағу бар. Ал екіншіде ондай құлақ қағу жоқ. Яғни сіз екінші ракатқа тұрған кезде қайтадан Аллаху акбар деп құлақ қағып тұрмайсыз. وليس كذلك الثانية فإنه لا يكبر في أولها. Екінші ракаттың басында Аллаху акбар деп қайтадан құлақ қақпайсың. وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سنة. Тек қана сол сәждеден көтеріліп бара жатқан кезде Аллаху акбар деп айтасың. Ол сәждеден көтерілудегі такбир. Такбир тахрима емес. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі, الثاني لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى. Бағанағы намазды ашу дұғасы айтылмайды дейді. Намазды ашу дұғасы деген сана. Біздің тілімізбен айтқанда сана. Яғни екінші ракатқа тұрған кезде қайтадан субханакаллаху бихамдика ва табарак асмука ва тааля жаддука деп олай айтпайсыз. Ол тек қана бірінші ракатта айтылады. الثالث, үшінші мәселе, قدمنا أنه يتعوذ في الأولى بلا خلاف وفي الثانية خلاف على صح وأنه يتعوذ. Енді екінші ракатта фатиханы оқудан алдын қайтадан аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айта ма, айтпай ма? Бірінші ракатта айтасыз. Бірінші ракатта намазға кірген кезде аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтасыз. Ода ешқандай тартыс жоқ. Ал екіншісінде тартыс бар деді, дұрысырағы айтасың деді. Енді бұл Шафи мазхабында, бірақ бізде айтпайсыз. Бізде айтпайсыз. Өйткені сіз намазды бөлетін, намаздың барлығы зікір ғой, Аллаға зікір. Сіз былайша айтқанда Құранды бөліп тастайтын, бір жаңадан аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтуды қажет ететін еш нәрсе істеген жоқсыз. Ондай еш нәрсе істеген жоқсыз. Былай өмірде мысалы сіз Құран оқуға отырсаңыз, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтуға міндеттісіз басында. Ал бисмилланы айтуға міндеттісіз бе? Сүренің басында болса міндеттісіз, басында болмаса, мысалы бір сүренің ортасынан оқиын деп жатырсыз. Айтуға міндетті емессіз. Тек қана Тәубе сүресінде бисмилла айтылмайды, мүлдем білесіздер. Тәубе сүресі бисмилласыз басталады. Ал енді оқып жаттыңызда біреу бір нәрсе сұрады. Яғни бір дүниелік сөзге алдандыңыз, бір нәрсені сөйледіңіз. Қайтадан Құранды жалғастыратын кезде қайтадан аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтуыңыз керек. Неге? Өйткені Алла тағала айтады, Құран оқысаң, онда аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айт дейді. Өйткені сіз Құранды бөлетін нәрсе істедіңіз. Ал енді намазда сіз сондай бір Құранды бөлетін, сол зікірді бөлетін бір нәрсе істедіңіз бе? Онда еш нәрсе істеген жоқсыз. Сіз намаздың ішіндесіз. Сол үшін де екінші ракатта қайтадан аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтудың қажеті жоқ. الرابع المختار أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى وفيه الخلاف الذي قدمناه والله أعلم. Төртінші мәселе, бұл екінші ракаттағы қырағат бірінші ракатқа қарағанда қысқарақ болады деді. Сол дұрысырақ деді. Яғни сүннет бойынша сіз қырағат жасаған кезде екінші ракаттағы қырағатыңыз бірінші ракатқа қарағанда қысқарақ болғаны абзал. Wallahu a'lam, Алла білушірек деді. Енді одан кейін имам Науави рахматуллах таңғы намаздағы қунут мәселесін қозғатты. Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.
Алла разы болсын баршаңызға.